Бүгін біз тауық етінен сорпа жасайтын боламыз. Өте дәмді, әрі жеңіл, әрі майсыз болып піседі. Бізге қажетті заттар: көкбұрыш, тауық еті, сәбіз, жуа және картошка. Қажетті заттардың барлығын видеоның астындағы описание бөліміне қалдыратын боламын. Алдымен қайнап тұрған суымызға етімізді салып, үстіне өздеріңізге ұнаған дәмдеуіштер қоса берсеңіздер болады. Мен 3 жапырақ қостым, қара бұрыш қостым және тұз қостым. Осылардың барлығын жақсылап бір қайнатып аламыз. Міне біздің етіміз қайнады. Үстіне сәбізімізді, жуамызды, бұрышымызды салып, тағы да 25-30 минуттай қайнататын боламыз. Міне біздің сорпамыз дайын. Үстіне картошкамызды салып, тағы да 20-25 минут қайнататын боламыз. Міне біздің тамағымыз дайын болды. Қайнатпа сорпамыз өте жеңіл әрі дәмді болып шығады және майсыз жасалады. Баршаңызға ас болсын. Жасап көріңіздер. Видеом ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Баршаңызға ас болсын.